Алматы облысы Жамбыл ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Халбай Дана Бердібекқызы. Әрбір жыл сайын пластикалық ыдыстар тонналап өндірілуде. Бұл ыдыстардың бастапқышылығы қолдануға өте тиімді. Бірақ бір реттік ыдыстарды отқа жағуға болмайды. Сондықтан қоқысқа тастауымызға тура келеді. Қоқысқа көп мөлшерде тасталған жағдайда қаламызды қоқыс аймағына айналдыруымыз мүмкін. Сонымен қатар пластикалық ыдыстардың шіру мерзімі 100 жыл. Ысырапшылдыққа салынбай, экологияны ластамай, қоқыстарға жаңа өмір сыйлауға болады. Қалай дейсіздер ғой? Көркем еңбек сабағында дәстүрлі емес материалдардан бұйым жасау атты тақырыбында пластикалық ыдыстардан күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды бірге дайындайтын боламыз. Бүгін біз үй жағдайында ине салық жасайтын боламыз. Оған керекті заттар: мата, инелер, жіп, мақта, ПВА клей, жіп және де бір реттік пайдаланатын стакан. Ең бірінші бізге керекті бір реттік пайдаланатын стаканды алып, жіпті ораймыз. Жіппен айналдырып шыққаннан соң, енді ине қадағышымыздың ішіне мақтамен толтыратын боламыз. Тігіп болғаннан кейін стаканымызға саламыз. Енді ине салғышымызды аяқтап болғаннан кейін өз қалауларыңызбен сәндесеңіздер де болады. Мінекей, біздің ине салғышымыз дайын болды. Бүгін біз қарапайым ғана пластик бөтелкесінен гүл салуға арналған база дайындайтын боламыз. Ең алдымен пластик бөтелкесін алып, сызық бойымен қиып шығатын боламыз. Бір-біріне жалғайтын боламыз. Вазамызды әдемілеп бояп шығамыз. Біз сәндеу жұмыстарын аяқтадық. Пластик қасықтардан жасалған гүлдерімізді дайын болған базамызға саламыз. Оқушылардың әртүрлі қалдықтардан күнделікті тұрмысқа қажетті әрі пайдалы бұйымдарды жасап алуына болады.